Штраф. Тоқта, машина сенікі, штраф менікі деп ойладың ба, атаң басы. Я, дәл солай. Камера сенің көлігіңді түсірді. Мемлекеттік номер сенікі, көліктің маркасы да сенікі. Бірақ штраф почему-то маған келді. Неге? Айырмашылық мемлекеттік номердегі бір ғана әріп, ол Д мен О. Камера оны ажырата алмады. Ал сен не істер едің? Төлем жасап құтылар ма едің, әлде соңына дейін күресер ме едің? Мен соңына дейін барамын. Өз принциптерімнен бас тартпаймын. Себебі бұл жай ғана айыппұл емес, бұл әділеттілік үшін күрес. Ертең сенің каспиіңнен бұл айыппұл ассалаумағалейкум деп шығу әбден мүмкін. Сол кезде сенің жаныңда заң болуы тиіс. Егер сен оны білсең, онда кінәліге келтірілген барлық күмәндар оның пайдасына шешіледі деп әкімшілік кодекс темірдей, қазықтай қағып қағидасын көрсетеді. Осы видео ұнаса, көлігі бар достарыңмен бөліс.